Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы гидравлика негіздері. Бұл дәрісте қарастырылатын негізгі сұрақтар: сұйықтардың негізгі қасиеттері, гидравликаның екі бөлігі, гидростатика және гидродинамика, сұйық қозғалуының негізгі заңдылықтары, оның негізгі қасиеттері, тұтастықтың, қозғалудың дифференциалды теңдеулері, Бернулли теңдеуі, гидростатиканың негізгі теңдеуі және гидравликалық радиус эквивалентті диаметр туралы ұғымдар беріледі. Жалпы гидравлика ғылымы ерте заманнан бері дамып келе жатқан ғылым саласының бірі, ең үлкен іргелі ғылым саласының бірі. Ол жалпы түрде екі тарауға бөлінеді. Бірінші гидростатика. Гидростатикада сұйықтардың тепе-теңділік заңдылары қарастырылады. Екінші тарауы гидродинамика. Бұл тарауда әсер ететін күштерді ескере отырып, сұйықтардың қозғалыс заңдарын қарастырады. Бұл гидравликаның екі үлкен тарауы. Енді осы гидравликаның жаңағы сұйықтың қозғалуын немесе тепе-теңдігін қарастыру үшін бірнеше сұйықтың негізгі қасиеттерін қарастырып өтейік. Ол үшін гидравликаның зерттеулерді жеңілдету үшін идеал сұйық ұғымы енгізіледі. Идеал сұйық дегеніміз қысым әсерінен ол жаңа сұйығымыз не сығылмайды сұйық. Температура мен қысым өзгергенде тығыздығы да оның не қылмайды, өзгермейді. Және оның ішкі үйкеліс күштері жоқ деп есептелінеді. Немесе ішкі үйкеліс күші дегеніміз тұтқырлығы. Бұны жаңағы ескергенімізде, бәрін ескерген кезімізде идеал сұйық деп қарастыруымызға болады. Соған қарсы, идеал сұйыққа қарсы нақты сұйықтар бар. Нақты сұйықтар дегеніміз біздің күнделікті кездесіп жүрген сұйықтар. Олардың жаңағы қасиеттері, немесе сығылғыштықтары, температура мен қысым өзгергенде тығыздығы, ішкі күштері бар. Ондай сұйықтарды біздер нақты сұйықтар деп айтамыз. Нақты сұйықтар деп. Енді сұйықтардың ең бір орта негізгі қасиеттерінің бірі олардың аққыштығы. Аққыштық деп сұйық бөлшектерінің қозғалыссыз кездерде де жанама кернеулерді қабылдай алмау нәтижесінде жеңіл қозғалтқыштығын айтады. Былайша айтқан кезде сұйығымыз өзі тұрған кеңістіктің пішінін алады. Кез келген кеңістіктің пішінін алып тұрады деген сөз. Ол өзі құйылған ыдыстың пішінін қабылдап тұрады деген сөз. Сұйықтардың қасиеттерін қарастыру үшін оған жаңағы негізгі қасиеттеріне анықтама берейік. Сұйықтардың жаңағы қозғалуын немесе тепе-теңдігін қарастыру үшін оған негізгі қасиеттерін қарастырып шығайық. Ең бір негізгі қасиеттерінің бірі оның тығыздығы. Тығыздық дегеніміз сұйықтың көлем бірлігінің массасын оның біздер не деп атаймыз? Тығыздық деп атаймыз. Тығыздықты ро әрпімен, грек ро әрпімен белгілеп, массасын м әрпімен белгілеп, көлемін в әрпімен белгілесек, онда тығыздығымыз ромыз тең болады м бөлінген в. Сұйықтың көлем бірлігінің салмағын меншікті салмақ деп атайды. Көлем бірлігінің салмағын. Былайша айтқан кезімізде көлем бірлігін сұйықтың салмағын ж әрпімен белгілесек, ж-міз тең болады мж-ға тең болады. мж-ға. Сонда ж-міз тең бөлеміз көлемге, сонда көлем бірлігінің несі болады? Салмағы. Өлшем бірлігі ньютон бөлінген метр куб болады. Сонан соң бір жаңағы қасиеті оның қысымы. Қысым деп аудан бірлігіне соның жаңағы тік бағытта, нормаль бағыты деп айтамыз, қалыпты бағытта әсер ететін күштің мөлшерін қысым деп айтады. Бұл механикалық тұрғыдан қарағанда. Ал газдардың жаңағы қысымын қарастырған кезімізде, сұйықтардың қысымын қарастырған кезімізде, олардың жаңағы сұйық ыдысына әсер ететін молекулалардың орташа
әсері деп те қарастыруға болады. Былайша айтқан кезімізде қысымды күш әсер етіп тұрған бір белгілі бір ауданға әсер етіп тұрған күш, соның жаңағы неге сол ауданға қатынасын біздер қысым деп атаймыз. Және осы салада көп еңбек сіңірген, жаңағы нәтижелі еңбек сіңірген ғалымға құрметтей отырып, қысымның өлшем бірлігі ретінде паскаль деп атау қабылданған. Былайша айтқан кезінде ол ньютон метр квадрат болып шығады. Ньютонымыз күшіміздікі, метр квадрат аудандікі болып шығады. Оны біздер паскаль деп атаймыз. Паскаль әдетте өте азғантай қысым, өндірісте одан еселенген қысымдар қолданылып жатады. Мысалы, килопаскаль, 10-ның 3 дәрежесі 1000 паскаль дегеніміз. Мегапаскаль, 10-ның 6 дәрежесі, ол жерде миллион паскаль деген сөз. Соны жаңағы есіңіздерде болу. Әдетте есептеулердің барлығында халықаралық өлшем бірліктер жүйесінде өлшенген қысым қолданылады. Ол паскальмен өлшенеді. Тәжірибелерде, өлшеулері кезінде өлшем бірліктерден тыс бұрыннан келе жатқан өлшем бірліктерді пайдаланады, бірақ оларды халықаралық өлшем бірліктер жүйесіне аударудың коэффициенттерін біліп отыруымыз керек. Сонан соң тұтқырлық деп ағатын денелердің бір бөлігінің екінші бөлігімен салыстырғанда қозғалуына кедергі туындату қасиетін тұтқырлық деп атаймыз. Бұнда бір бөлігі дегеніміз, бір қабаты деп айтсақ, екінші қабатымен үйкеліске түседі, бірінің қозғалуына не жасайды, кедергі жасайды. Бұны біздер тұтқырлық деп атаймыз. Бұл тұтқырлықты мына теңдеу арқылы анықтауға болады. Мынау кернеу, мынау үйкелу бетіндегі арасындағы бетте туындайтын кернеу тау әріпімен белгілеп қойдық. Кернеуіміз тең болады мю көбейтілген dv бөлінген dn. dv бөлінген мю, dv бөлінген dn температураның градиенті, температураның нормаль бағытында өзгеру деп есептесек, мюді біздер түзету коэффициенті, тұтқырлық коэффициенті деп атайды. Бұл мюді біздер тұтқырлықтың динамикалық коэффициенті деп атайды. Әдетте инженерлік есептеулерде тұтқырлықтың кинематикалық коэффициенті жиі қолданылып жатады. Оны анықтау үшін, тұтқырлықтың кинематикалық коэффициентін анықтау үшін, оны ню әріпімен белгілейміз дағы, мюді тұтқырлықтың динамикалық коэффициенті тығыздыққа қатынасын біздер тұтқырлықтың кинематикалық коэффициенті деп айтамыз. Сонымен қатар беттік керілу күштері де бар. Сұйықтың ішінде беттік керілу күштері. Беттік керілу күштерін сипаттауға беттік керілу коэффициенті неғылады? Қолданылады. Оның өлшем бірлігі ньютон бөлінген метр болып шығады. Ньютон бөлінген. Оны сигма әріпімен белгілейміз. Мына жерде көріп отырсыздар, сигма әріпімен белгілейміз. Ньютон бөлінген метр квадрат болып шығады. Енді сұйықтың ішінде әсер ететін күштерге массалық күштер жатқызуға болады. Олардың ішінде ауырлық күші, онда жаңағы салмақ деп айтамыз, mg деп атаймыз. Салмағымыз көбінесе ж әріпімен белгіленеді. Онымыз масса көбейтілген еркін су үдеуі болып тұрады. Сонан соң тангенциал беттердегі жаңағы жанама күштері әсер етіп жатыр. Тау деген жаңағы көрдік. Сонымен қатар ішінде қысым күштері де әсер етіп жатады. Сұйықтың ішінде әсер ететін күштерге осы үш күштерді жатқызуға болады. Енді гидравликаның жаңағы ең бір тарауы гидростатика. Бұл жаңағы сұйықтың тепе-теңдігін қарастыратын ғылым саласы. Гидравликаның бір тарауы. Оны қарастырып алу үшін теңдіктің дифференциалды Эйлер теңдеуін құрастыруымыз керек. Ол үшін жаңағы сұйықтан кішкентай жаңағы параллелепипедті бөліп аламыз. Оның жаңағы нелері, қабырғалары dx, dy, dz болады. Олар қозғалмайтын болып тұру керек. Содан кейін астынан p деген қысым әсер етсе, dz аралығында үстінен dp қосылған dp бөлінген dz қысым әсер етеді деп. Тура сол сияқты y осі бойынша да, x осі бойынша да қысымдармен ажыратамыз. Олардың барлығы сыртқы сұйықтың басқа бөлшектерінің біздің бөліп алған бөлшекке әсерін алмастырып тұрады. Енді осы
теңдікті қарастыратын болсақ, мынау теңдіктің дифференциалды Эйлер теңдеуін мына түрде жазуға болады. Мына түрде. dp по dx тең 0-ге, dp по dy тең 0-ге. Бұл дегеніміз не? X және Y бағыттарында күш әсер етпейді деген сөз. Бұл қозғалмайды деген сөз. Қозғалмайды деген сөз. Ал енді мына не бағытта? Z осы бағытында онда ауырлық күші әсер етіп тұр. Сондықтан ρ салмақ күші, ауырлық күші деп айтамыз. Сол әсер тең болады, қысым күшінің өзгеруі. Екеуінің айырмасы 0-ге тең болып тұр. Енді осы дифференциалды теңдеулердің көмегімен гидростатиканың негізгі теңдеуін қорытып шығаруға болады. Гидростатиканың негізгі теңдеуі мынау Z деп айтамыз, нүктелердің нивелирлік биіктіктері, ол жаңағы геометриялық тегеурін деп аталады. Содан кейін P бөлінген ρ бұл гидростатикалық қысымдарды сипаттайтын мүше. Бұны пьезометрлік биіктік деп, тегеурін деп атайды. Осы екеуінің қосындысы, геометриялық биіктік пен пьезометрлік биіктіктің қосындысы бізге не болады? Барлық уақытта, барлық жерде теңдікте тұрған сұйықта барлық уақытта не болып тұрады? Өзара тең болып тұрады. Егер де биіктігіміз өзгеріп жатса, кеміп жатса, онда пьезометрлік қысымымыз көбейіп жатады деген сөз. Соның екеуінің қосындысы еш уақытта өзгермейді, тұрақты, константа болып. Бұны біздер гидростатиканың негізгі теңдеуі деп атаймыз. Енді сұйықтың қозғалысы кезіндегі сипаттау үшін оған жаңа тірі қима, ылғал периметр деген жаңа анықтамалар енгіземіз. Тірі қима дегеніміз ағынның қозғалу бағытына перпендикуляр жүргізілген көлденең ауданы. Тірі қима деген. Ол деген жаңағы тірі қима дегеніміз көлденең бағытында сұйықтың жаңағы неғылған ағынның көлденең бағытына жүргізілген қиманы біздер ауданды тірі қима деп айтамыз. Содан кейін ылғал периметр деген ұғым енгізеді. Ылғал периметр дегеніміз баста суды қарастырған гидравлика қазір газдарды, барлық сұйықтарды қарастырып жата береді. Сондықтан мына ылғал деген сөз су деген сөзбенен ұштасып жатыр. Арнаның немесе құбырдың қатты қабырғаларына жанасып тұрған сұйықтың тірі қима периметрінің бөлігі. Ылғал периметр деген. П деп әріппен белгілеп, ылғал периметр деген ұғым енгізіледі. Сонымен қатар гидравликалық радиус деген ұғымды енгіземіз. Гидравликалық радиус дегеніміз қиманың, аудан қимасының, тірі қиманың, оның периметрге қатынасын, сол қиманың периметріне қатынасын біздер оның жаңа гидравликалық радиусы деп айтамыз. Гидравликалық сұйықтың осы жаңа гидравликалық радиусы. Егер де түрлендіріп қарастырсақ, мысалы жаңағы не деп шеңберде болсақ, дөңгелекте болсақ, ауданымыз пиді квадрат бөлінген 4-ке тең, периметріміз пиді. Сонда орындарына қойсақ, гидравликалық радиусымыз д бөлінген 4-ке тең болды. Былай жатқан кезімізде гидравликалық радиусымыз диаметріміздің 4-тен 1 бөлігіне тең болып жатыр деген сөз. Осыдан барып эквивалентті диаметр деген ұғым енгізеді. Осы жерден диаметрді тұрақты деп қабылдап, дөңгелек қиманың диаметрі. Сөйтіп диаметрді анықтасаңыз, 4 гидравликалық радиусқа тең болып қалады. Бұны біздер эквивалентті диаметр деп атаймыз. Енді тік бұрышты қима үшін гидравликалық радиусты анықтап көретін болсақ, мұны теңдеумен анықталады. Енді сақиналы қима үшін мұна теңдеуді түсінуға болады. Сақиналы қима үшін. Енді әр қиманың өзінің несі бар? Гидравликалық радиусы бар. Содан соң несі бар? Ламинарлы қозғалыс деп атайды бастапқы қозғалысын. Параллель қозғалыстардың жаңа барлық бөлшектерін бір-біріне араласпай
қозғалысын. Және тұрақтылық жойылады да бірімен араласып кетеді. Бұндай қозғалысты турбулентті қозғалыс дейді. Сонымен әдетте сұйықтың екі ағу режимдерін ажыратып жатады. Ламинарлы қозғалыс, онда жаңа сұйық қабаттар бір-бірлеріне сырғанап, бір-бірлерінің бойында сырғанап ағады. Және олар бірімен араласпайды. Екінші қозғалыс ол турбулентті сұйықтың ағу қозғалысы, ретсіз қозғалыс болады. Сұйық бөлшектердің траекториялары бір-бірімен қиылысып жатады. Сұйық толық араласады. Мынау бірінші А деген суретіміз ламинарлы қозғалысқа сәйкес, бұл жерде жылдамдықтың таралуы парабола заңына сәйкес келіп жатыр. Мына жерде екінші Б деген суретімізде турбулентті режимде сұйық ағып жатыр. Бұл кезде жылдамдықтың таралуы, дөңгелек құбыр ішінде деп айтамыз, таралуы логарифмдік заңдылыққа тәуелді болып жатыр. Логарифмдік заңдылық. Әдетте өндірістік жағдайларда үшінші режимді ажыратады. Ламинарлы режимнен турбулентті режимге бірден өтіп кетпейді. Арасында өтпелі режим деген біртіндеп өтеді дағы, арасында өтпелі режим дегенді ажыратып жатады. Оларды режимдерді ажырату үшін Рейнольдс санын неғылу керек, анықтау керек болады. Рейнольдс санын анықтау, Рейнольдс дегеніміз санымыз, мынау жылдамдық, Д дегеніміз мінездеме өлшем, Р дегеніміз тығыздық, бөлінген не болады? Тұтқырлау. Бұлар жаңағы Рейнольдс саны. Бұл Рейнольдс саны сұйықтың ағуы кезінде инерция күштерінің мәнін жобалап біліп отыруға мүмкіндік береді. Рейнольдс саны инерция күштерінің сипаттайтын өзі. Егер де осы Рейнольдс саны 2300-ден көп болса, 300-ге дейін, онда міндетті түрде ламинарлы режим деп атайды. Егер Рейнольдс саны 2300-ден 10.000 аралық болатын болса, өтпелі режим деп атайды. Ал 2300 10.000-нан көп болатын болса, 2300-ден 10.000-ды жаңа өтпелі деді. 10.000-нан көп болатын болса, онда дамыған турбулентті режим деп атаймыз. Дамыған турбулентті режим. Соны жаңағы есте сақтап жүріңіздер. Енді сұйықтың қозғалу кезіндегі қасиеттерін, оны жаңа сипаттау үшін, оларды жаңағы сипаттайтын дифференциалды теңдеулеріміз бар. Ол үздіксіздіктің дифференциалды теңдеуі. Ол жаңағы тұтастықтың немесе материалның сақталу заңының дифференциалды теңдеуі. Ол кезде де математикалық физиканың заңдары қолданылып жатады. Өзі кішкентай параллелепипед бөлініп алады. Оған кірген массамыз шыққан массаға не теңдік болуы керек. Шыққан массамыз. Сөйтіп мына параллелепипедіміздің жаңағы несі мына алдарыңызда суретте көрсетіліп тұр. Енді теңдеуіміз, мынау бірінші теңдеуіміз, тығыздығымыз тұрақсыз болғанда, немесе тығыздық өзгеріп тұрған кезде, және тығыздығымыз уақыт бойынша да өзгеріп жатқан. Жалпы жағдайда бірінші теңдеуіміз. Әдетте тығыздық уақыт бойынша өзгермейді деп есептесек, онда мына теңдеуді жазуымызға болады. Ол кезде тығыздық бір нүктеден екінші нүктеге өткенде өзгеріп жатыр. Енді тығыздықты жалпы сығылмайтын сұйық деп алса, әдетте мына суды, ауаны сығылмайтын сұйық деп қарастыруға болады. Мынау не болады? Үшінші теңдеуіміз болып шығады. Бұны жаңағы жылдамдықтың дивергенциясы тең 0 деген сөз болып шығады. Жылдамдықтың дивергенциясы. Мынау X осьті бойынша, Y осьті бойынша, Z осьтері бойынша нелері, жеке туындыларының қосындылары 0-ге тең болды. Бұны біздер үздіксіздіктің, тұтастықтың дифференциалды теңдеуі деп айтамыз. Тура сол сияқты қозғалудың дифференциалды Эйлер теңдеуін шығару. Бұл кезде кімге сұйықтан бөлініп алған кішкентай бөлшекке, параллелепипедке әсер ететін күштердің теңдігін қарастырады. Бұл кезде тұтқырлық еске алынбайды. Сөйтіп мынадай теңдеу алынады. Мынау жоғары жағы кезімізде Эйлер теңдеуі, дифференциалды қозғалған сұйықтың, бұл жерде жылдамдықты көріп отырмыз сол жағынан. Астында бұл жылдамдықтың өзі уақыт бойынша өзгеруі,
мына теңдеумен анықталады. Сонда мына жоғарыдағы дифференциалды теңдеуіміз астындағы теңдеулерді ескерген кезінде үлкен теңдеулер болып шығады. Үшінші теңдеулеріміз олар қозғалудың дифференциалды Навье-Стокс теңдеу. Бұл кезде тұтқырлық ескеріледі. Анау Эйлер теңдеуінде де күштерді ғана ескерсек, бұл жерде үйкелу күштерінде не қосымша ескеріп жатыр. Мынау үйкелу күштерін көрсетті. Тау қосылған ДЗ-ге көбейтіліп жатыр. Мынау жекеше туындысы, ДЗ деген мынарда толық туындысы. Астында тау деген жағаға үйкелу кернеуі әсер етіп жатса, жоғарынан тау қосылған ДЗ, көбейтілген ДЗ үйкелу кернеуі әсер етеді. Сонымен қатар жаңа күштер әсер етеді, күштердің бірлігін. Сөйтіп, жаңа қозғалудың дифференциалды Эйлер теңдеуін мына түрде жазуға болады. Бірінші мүшесі жылдамдықтың уақыт бойынша толық өзгеруі. Оны жаңа мына жерден көріп отырмыз. Мына жерде жаңағы бірінші не деп аталады? Жылдамдықтың уақыт бойынша өзгеруі. Стационарлы емес мүшесі. Қалған үшеуі жылдамдықтың бір нүктеден екінші нүктеге өткен кездегі мүшесі. Бұл жаңа конвективті мүшесі деп аталады. Конвективті мүшесі. Мынау dp/dx деген қысымның координат бойынша, x координаты бойынша өзгеруі. Мынау тұтқырлықтың немесе ішкі үйкелу күштерінің несі өзгеруі. Бұл диффузиялық мүшесі деп айтады. Мынаны диффузиялық мүшесі. Мына жақшаңышының бәрін диффузиялық екінші туындылар тұр. Екінші туындылар. Мынарда dx квадрат, мынарда dx квадрат, соны ұмытылып кеткен. dx квадрат екінші туындылар тұр бұл жерде. Бұл гидравликаның негіздері болып саналады. Енді осы теңдеулерді қашамдай келе, қорыта келе, бір бағытты қозғалыс болып жатқан кезімізде, мынау қосындыларын алуға болады. Мынау Z деген бағына геометриялық тегеурін, P бөлінген рожы пезометриялық тегеурін, жаңа жылдамдықты қосамыз оған динамикалық тегеурін. Осы үшеуі сұйықтың ағынды қосындысы не болу керек? Тұрақты болуы керек. Константа, нөл емес, мынарда константа деген сөз. Константа, мынарда егер де жаңа биіктігі төмендеп жататын болса, онда жаңа или пезометриялық биіктігі көбейеді, или немесе динамикалық тегеуріні көбейіп отырады. Бұлар азайса, қалған екінші мүшелері көбейіп отырады. Қосындылары барлық уақытта тұрақты болып қалады. Мынау дұрыс жазылған теңдеу. Мына жерге константа деп жазуымыз керек. Осымен гидравликаның негізгі мәліметтерін сіздерге бердік. Осымен дәрісіміз аяқталды. Жиын қойып тыңдағандарыңызға рахмет.